Мына бір әдемі сөздермен бастағым келіп тұр. Анам айтушы еді, айнаң таза болғаны, үйіңнің таза болғаны деп. Үйің қанша жерден тап-таза болып тұрса да, айнаң кір-кір болып тұрса, үйіңнің айнадай тазарып тұрғанын қайтейін деп. Келген адам түрін қарайын деп айнаға емес, сенің айнаңды қарауға келеді деп. Қанша жерден енді үйіңді айнадай қылып тазалағанмен бәрібір балалы үй басар дейді ғой. Қазір сүртіп жатсаң, балаң келіп артынан келіп бес саусағын мен сүртіп кетеді ғой. Осы айнамды тазалап отырып сіздермен алдыңғы таныстық алаңын әрі қарай жалғастырайын. Ол таныстық алаңын көрген адамдар болса әрі қарай түсінеді деп ойлаймын. Егер де көрмеген болсаңыз, таныстық алаңын бірінші бөлімін, екінші бөлімін қараңыз. Қазір мен үшінші бөлімін салайын деп тұрмын. Әйелден қулық аспайды деп солай әкемді алдап мен Алматыға кетіп қалдым. Алматыда жұмыстарымды тапсырып ауылға қайтамын деп әкемді алдап кетуге тура келді. Өйткені мамамыздың солай айласы болды. Енді солай не керек, бір ай, 2 ай өтіп кетті. Уже әке маған әлі өкпелі, мені қашан қайтады деп мамамнан сұрап жатыр екен. Мамам келеді, әлі қағаздарын дұрыстап жатыр, жұмыстармен жүр деп солай әкемді алдап қойды да мамам да әкемді әр алдап, бер алдап, әр айтса да, бер айтса да көндіре алмаған екен. Папамның бауырларына айтуға тура келді. Ол кісілерге әкем көнбей жатыр, солай мен тұрмысқа шығайын дегенім, Алматыға шығайын деп едім деп, солай әкемнен рұқсат сұрап жатыр едім, әкем рұқсатын бермей жатыр деп ол кісілерге түсіндіріп айттық. Ол кісілер де біраз ренжіді. Енді бірақ негізі қыздың жолын ұстауға болмайды ғой, неге сені ұстап отыр деп ол кісілер де өкпеледі. Енді ол кісілер Ақтөбе жақта болғаннан кейін, біздің ауыл арғы түпте болғаннан кейін, ол кісілер менің айтқан сөзімді жерге тастамай, сен қыз баланың жолын байламау керек, жіберу керек, сен 24-ке келдің, уже тұрмысқа шығатын уақытың болды, сені ұстап қайқа отырғызбақшы деп олар да өкпелеп, солай ашумен не керек, біздің ауылға жолға шығып кетті. Мен мына жүрегім дүрс-дүрс соғып, мамам ауылда дайындалып жатыр, сол кісілер келе жатыр деп. Бір кезде папам сұрайды, неге келе жатыр олар деп. Содан папама олар тойға келе жатыр екен деп, солай папамды алдап, сөйтіп үйге қонақ жайлап, бауырлары аяқ астынан үйге қонақ болып келді. Мен мына жақта жүрегім дүрсілдеп, қашан айтады, папама не деп айтады деп. Папамның ответі қандай болады деген мына жерде менде ой ғой. Енді жақсы көріп тұрғаннан, егер жақсы көрмесем, әкем рұқсат бермейді деп мен де кетіп қала алмаймын ғой. Мен де өз жолымды байлағым келіп тұрған жоқ. Бір жағынан әкемді ренжітіп кетіп қалым, қашып кетуіме де болады ғой. Бірақ қанша жылы келіп, осындай 24 жасқа келіп, менің де ұзатылып кеткім келеді, ата-анамның батасын алып шыққым келеді. Солай не керек, мамамен мына связьда отырмын ғой, WhatsApp-тан тек жазып, мама не деп жатыр, сөйлесті ма деп. Сол мама айтты, болды, отырдық, қазір сөйлесейін деп жатыр, ответің күт дейді. Мен мына жақта деген паника етіп, не істейді, не болады, егерде жоқ деген жағдайда мен не істеймін деп, өзімді андай психологически уже дайындай бастадым. Өйткені менің папам үйдің үлкені, тек қарындастары, бауырлары бар ғой, не дегенмен, бірақ үйдің үлкені да. Ол кісі үлкен кісі болғаннан кейін не айтады, сол болады да. Өйткені үйдің үлкен кісі сол менің әкем болғасын. Солай не керек, әкеммен бауырлары сөйлесіп, сонша қызды неге байлап отырсың, не істемекшісің сен оны ұстап, үйде отырған қыз емес, қалада жүрген, далада жүрген қыз деген жат жұрттық деп сөйтіп бәр жолын түсіндірген ғой. Сен қайта осынша жасқа келіп қызыңның рұқсат сұрап отқанына рахмет айтпайсың ба деп сестраларым бәрі әкеме ұрысып айтқан ғой. Солай әкем бәрін тыңдап отырып үндемегенде теріс қарап жатып қалған ғой. Я деп те айтпаған, я жоқ деп те айтпаған. Ал енді жүрек дүрсілдеп папам жылағаннан кейін, енді папам өзі көңілшек та, 3 қызы бар да, біздің үйде ол жоқ, 3 қызбыз. Солай сестраларым айтты да маған звондады, гүлім, сенің әкеңе айттық, енді әкеңнің ответін күт деді. Ал енді әкемнің ответін келесі видеоға салмасам, мына видеоға да сыймай қалды ғой. Келесі бөлім тез шықсын десеңіздер, маған тіркеліп лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Всем пока.